Ассалаумағалейкум. Негізі о баста сахабалар осы Қазақстанға келген кезде сахабалар мекен, табиғиндар мекен, дінді таратып келген ғой. Сонда екі жерге орналасқан екен. Біреуі осы Шаян, екіншісі анау қожалардың Қызылордадағы мекеннің аты қалай еді? Жаңақорған. Сол біреу Меккеге, біреу Мединаға ұқсаған екен. Осы жерді Меккеге ұқсатқан дейді. Енді мына біздің ата бабаларымыз қожалар келіп орналасқан. Мына мешітті, мына үлкен мешіт біздің ата бабаларымыз салған. Сонау Ақпатшаның кезінде салған. Аппақ Ишан деген атымен танымал болған үлкен аталарымыз. Неліктен Аппақ Ишан? Сонау Ақпатшаға барып, рұқсатын алып, Ақпатшаның кезінде осы мешітті салдырған. Мешіт медресе Қазақстандағы ең үлкен мешіт медресе болып табылады. Бір жылда 120-130 шәкірт дайындаған. 20-25 ұста сабақ берген. 7 жастан 13 жасқа дейін оқыған екен балдар. Бұл жерде тек қана діни білім алмаған светский. Алгебра, геометрия, физика, санау, есептеу, поэзияға дейін осы жерде кәдімгідей білім алған адамдар. 13 жасқа бір орта білім ал сияқты болған ғой, 7 мен 13-тің арасында, одан кейін Бұхараға жіберген екен білім алуға ары қарай. Осындай үлкен жәдігер. 1880 жылдан бастап 1926 жылға дейін осы жерде шәкірттер не қылған, оқытылған. Өздеріңіз ойлап қараңыз. Сосын Совет өкіметі келгеннен кейін мына жердің бәрін бытшысын шығарған ғой. Совет өкіметі келген кезде мына медресені жапқан, ішінде өздері отырған ғой, контора болған, бір жерінде жаңа мына жер түрме болған дейді, мынаның ішінде бір жерінде банк болған дейді. Сосын өздерінің ғимараттарын Совет өкіметі салып қойғаннан кейін мына жер қараусыз қалған ғой. Мен есімде бала кезімде мына жер топалаң болып жататын ғой, үсті түскен бүйтіп жай аралап қана өтетін біз. Сосын 1981 жылы осы жерде кімде ана кісінің атын ұмытып қалдым. Сосын если что астына жазамын. Кәдімгі діни деппін ғой, өкіметтің несіне қарамағына көшкен музей болған. Енді осындай Қазақстандағы үлкен жәдігерлердің бірі. Енді Аппақ Ишан атамыздың кезінде осыған еңбегі сіңген ғой. Алхамдулилля. Осындай жер. Шаян деген өте көне тарихы бар мекен. Он 18 ғасырдағы имамдардың кәдімгі шапан үлгісі. Мынау оригинал қолдан тоқылған жай намаз дейді сол кезде. Осындай. Архитектураны қарасаңдаршы. Қандай сәулет.